Цистит ауруы дегеніміз не? Циститтің белгілері мен себептері қандай? Цистит қалай емделеді? Зәр шығару жолдарының қабынуы деген мағынаны білдіретін цистит зәр шығару жолдары мен ұрпақты болу жүйесінде жиі кездесетін аурулардың бірі болып табылады. Әйелдерде әлдеқайда жиі кездесетін циститке әйелдердің кем дегенде 20% өмірінде бір рет диагноз қояды. Уақытылы емделмеген жағдайда бүйрекке таралатын цистит қуық пен бүйрекке тұрақты зақым келтіруі мүмкін. Цистит қалай анықталады? Циститтің алдын алудың қандай жолдары бар? Циститтің белгілері қандай? Зәр шығару кезінде жану және ауырсыну, зәр шығарудан кейін де созылуы мүмкін. Жиі зәр шығару. Ауырсынудың шап пен анусқа таралуы. Өрт, терлеу, шаршау, құсу және жүрек айнуы. Сіздің зәріңіз бұлыңғыр, жағымсыз, иісті болуы мүмкін. Жыныстық қатынас кезінде ауырсыну сезімі болуы мүмкін. Цистит қалай анықталады? Уролог шағымдар мен сынақтардың сипаттамасына негізделген диагнозды жасай алады. Бұл зерттеулерге зәр анализі, цистоскопия, арнайы құралмен уретра мен қуықты бақылау, және көктамыршілік пилограмма деп аталатын арнайы рентгенография кіреді. Бұл зерттеулер әсіресе инфекцияға бейім факторларды зерттеу үшін жасалады. Сондай-ақ инфекцияны тудыратын бактерияларды анықтау үшін зәр шығару қажет болуы мүмкін. Егер уақытылы және дұрыс емделсе, цистит негізгі ауру емес. Егер цистит және оның негізгі себебі емделмесе, ол созылмалы және әлсіретеді. Циститтің себептері қандай? Әдетте бактериялар, олар жыныс мүшелерінде және ануста тұрады. Кейде бұл бактериялар төменгі зәр шығару жолын кесіп өтіп қуыққа жетеді. Қуыққа жеткен бактериялар зәр шығару арқылы шығарылады. Бірақ қуыққа түсетін бактериялар шығарылғаннан көп болса, олар қуықта, кейінірек бүйрекке қабынуды тудырады. Ластану жыныстық қатынас кезінде немесе жыныс мүшелерінің тазаруы төмен болған жағдайларда, сондай-ақ зәр шығарудың ұзақ сақталуына, зәр шығару жолдарын тарылту ауруларына және менопаузадағы эстроген деңгейінің төмендеуіне байланысты болуы мүмкін. Әйелдердегі уретра ерлерге қарағанда әлдеқайда қысқа болғандықтан, бактериялардың сыртқы ортадан қуыққа жетуі оңайырақ. Сондықтан әйелдерде циститтің жиілігі әлдеқайда жоғары. Әйелдердің кем дегенде 20% өмірінде бір рет циститпен ауырады. Сирек болса да, цистит тудыратын бактериялар қуыққа бүйрек және зәр шығару жолдары арқылы, жоғарыдан төменге қарай немесе жақын тіндердегі инфекция ошақтарынан лимфа арқылы жетуі мүмкін. Циститтің ең көп тараған себебі ішек таяқшасы, икалы, таяқша деп аталатын микроорганизм болып табылады. Бұл бактерия әдетте тоқ ішекте болады және жыныстық қатынас арқылы қуыққа жетуі мүмкін. Цистит қалай емделеді? Цистит антибиотиктермен емделеді. Емдеуді бастамас бұрын зәр культурасы мен антибиограммаға сынама алу керек. Зәр шығару жолдарының инфекцияларында нәтиже алынғанға дейін тиімді антибиотиктерді қолдану керек. Қажет болған жағдайда бұл препараттарды антибиотикалық зерттеу нәтижелері бойынша өзгерту керек. Созылмалы инфекцияларда емдеу ұзартылуы мүмкін. Циститтің алдын алудың қандай жолдары бар? Дәретхананы пайдаланғаннан кейін алдынан артқа қарай сүртіңіз. Осылайша сіз қынаптық және тік ішек аймағынан бактериялардың зәр шығару жолына енуіне жол бермейді. Зәріңізді ұстамаңыз. Мүмкіндігінше жиі зәр шығару. Осылайша сіз қуықтағы бактерияларды шығарасыз. Жыныстық қатынастан кейін 10 минут ішінде зәр шығаруға тырысыңыз. Жыныстық қатынас кезінде адекватты майлауды қамтамасыз ету уретраның жарақатын азайтады. Егер анальды жыныстық қатынас жасалса, онда қынап аймағына қол тигізбеу керек, немесе тиетін болса, оны мұқият тазалау керек. Күні бойы суды көп ішу, мүмкіндігінше күніне 8 стакан, зәр шығаруды, демек, бактериялардың бөлінуін арттырады. Кофе, шай, алкоголь сияқты сусындарды мүмкіндігінше аз тұтыныңыз. Қуықтың тітіркендіргіш әсері болуы мүмкін. Жыныс аймағыңыздың ұзақ уақыт ылғалды болуына жол бермеңіз. Нейлонмен тығыз іш киім киюге болмайды. Ылғалдылық бактериялардың көбеюін жеңілдететін орта жасайды. Күн сайын іш киімді ауыстырып, мақта іш киімді пайдаланыңыз. Цистит ағымы. Тиісті емдеу кезінде цистит белгілері 24 сағат ішінде жоғалады.
Дегенмен аурудың ағымы қоздырғыш микробтың түріне және қауіп факторларын жоюға байланысты. Емделмеген жағдайларда ауру созылмалы болуы мүмкін. Ерлердегі цистит. Уретраның ұзындығына байланысты ерлерде циститтің басқа себептері жиі кездеседі. Бұл ұлғайған қуық асты безінің уретраға басуы сияқты. Жиі немесе шұғыл зәр шығару қажеттілігі. Болтты, сасық иісті, қанды зәр кейде. Жеңіл температура кейде. Цистит ер адамдарда жиі кездесетін ауру емес. Оны емдеу оңай, қайталанудың алдын алу үшін оның негізгі себебін де емдеу керек. Цистит диагностикасы. Уролог шағымдар мен сынақтардың сипаттамасына негізделген диагнозды жасай алады. Бұл зерттеулерге зәр анализі, цистоскопия, арнайы құралмен уретра мен қуықты бақылау, және көктамыршілік пилограмма деп аталатын арнайы рентгенография кіреді. Сондай-ақ инфекцияны тудыратын бактерияларды анықтау үшін зәр шығару қажет болуы мүмкін. Егер уақытылы және дұрыс емделсе, цистит негізгі ауру емес. Егер цистит және оның негізгі себебі емделмесе, ол созылмалы болуы мүмкін. Видео ұнаса арнама тіркеліп, өз пікіріңізді білдіре кетіңіз. Сіздің ойыңыз біз үшін өте маңызды. Рахмет.